Бауырсақ ертегісіне біздер кішігірім, яғни кітапша бейнеролик түрінде жасайтын боламыз. Ең бірінші Google-ға кіріп, фотосуретті копировать етіп аламыз ертегінің. ChatGPT-ге кіріп, ботқа саламыз. Одан кейін сұранысты енгіземіз. Дәл осындай қылып фото істеп бер. Күтеміз. Иә дейсіз. Сурет дайын болды. Егер сурет көңіліңізден шықса, копировать етіп аласыз да, Canva бағдарламасына кіріп, кез келген ұзын шаблонды таңдайсыз. Мысалы, менде өзімнің жасап жүрген шаблоным таңдай қоям. Форматы өзіңіз қалағандай. Ұзын немесе кез келген форматта. Мына жерден мені өшіріп тастай қойын. Себебі фото болып тұр бұл жерде. Ставить етемін. Немесе бұл дизайн ұнамаса, мына жерден дизайн өте әдемі екен. Мына қызды өшіреміз. Ставить етіп. Фотосурет скачать етіледі. Скачать етіліп болғаннан кейін удаление фона деген бар. Осылай қойып қоясыз. Көбелектің қажеті жоқ, өшіріп тастайсыз. Мына жерге бауырсақ ертегісі. Немесе өзіңіздің оқушыларыңыздың суретін қойсаңыз болады. Бұл жерге келесі бетті өшіреміз, қайтадан кіреміз. Мына жерге енгіземіз. Енді келесі сюжет бізде жалғасады. Бауырсақ терезеден құлап қалады. Домалап ата әжесінен қашып кетеді. Күтеміз. Дайындалып жатыр. Бірінші форматты алып қоятын болам. Мына жерге мына фотоны қойып жіберейік. Жоқ. Мынаны өшіреміз, ставить етеміз, еш қиындығы жоқ. Суретіміз дайын. Ертегінің кішкене қысқаша мазмұнын жазып кетсеңіз болады. Керек десеңіз, керек емес десеңіз, дәл осы форматта қалдыра берсеңіз болады. Мінекей көрдіңіз бе, тек мына жерде атаның бейнесі бір ыңғайсыз болып қалды. Сондықтан суретті толықтай вертикалды түрде алуға тырысыңыз. Жақсы. Келесі беттерді өшіріп тастаймын. Бұл мен 2 беттен құралады. Толық жасамай-ақ қояйын. Енді поделиться батырмасын басамыз. Сол жерде астыға түссеңіз, посмотреть все деген бар. Түсе бересіз. Сосын мына жерде дизайн деген жерде FreeBooks деген бар. Басамызда сохранить етеміз. Қазір бізге дайындап береді. Сохранить етілді, посмотреть. Жұмысымыз дайын болды. Бұл жерден мына жерге барасыз да. Түсініксіз болса, страницаны транслейт, яғни ауыстырып алыңыз. Бет әсері, анықтама, түстерге беріп кетсеңіз болады. Солдан оңға қарай, оннан солға қарай. Осылай. Енді келесі бұлай ашып листать